Сәлеметсіздер ме? Мен Искакова Динара Габдоловна. Нұр-Сұлтан қаласы политехникалық колледжі мемлекеттік тілде іс жүргізу пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі сендермен өтетін кезекті сабағымызды бастамас бұрын экранда берілген суреттерге назар аударып, сұрақтарға жауап берейік. Осындай сөрелерде жиналып тұрған құжаттарды қай жерде көруге болады? Дұрыс айтасыздар. Мұрағатта, архивте. Ал берілген машиналар не үшін қажет? Әрине, қағаздарды жою үшін, сақталмайтын құжаттарды үгіттеп жою үшін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мұрағатқа немесе жоюға істерді дайындау және тапсыру. Сабағымыздың мақсаты теориялық материалдарды тәжірибе жүзінде қолдана білуге үйрету, құжаттарға қоятын талаптарды толық игеру. Өз мамандықтары бойынша еңбекке араласқан кезінде жұмыс орындарында, мекемелерде іс қағаздарын сауатты және еркін жаза білуге үйрету. Іс қағаздарын толықтыру кезінде ұқыптылыққа, жауапкершілікке және мемлекеттік тіл мәртебесін жоғарылатуға бейімдеу. Жаңа тақырыпта кездесетін сөздермен таныс болайық. Мұрағат, архив, қабылдау, принять, сақтау, хранить, жою, уничтожение, тапсыру, передать, номерленеді, номеруется, тізімдеме, опись, тігіледі, подшивается, мұқаба, обложка. Мұрағат, мұрағаттық құжаттар жиынтығы, сондай-ақ мұрағаттық мекеме немесе пайдаланушылар мүддесіне мұрағаттық құжаттарды қабылдау және сақтауды жүзеге асыратын мекеменің, ұйымның немесе кәсіпорынның құрылымдық бөлімшесі. Нұр-Сұлтан қаласында республикалық ұлттық мұрағаты бар. Білімімізді осымен толықтырайық. Ұлттық мұрағат қорының ғимаратын Нұр-Сұлтан қаласында салынуы тиіс нысандар тізіміне қосу туралы хаттамалық шешімге республика президенті 2002 жылдың 12 желтоқсанында қол қойды. Бір жылдан соң ғимарат қаланың жаңа әкімшілік орталығының орталық бөлігінен өз орнын тапты. Мұрағат қорын Қазақстанның кез келген азаматы пайдалана алады. Бұл мүмкіндік қоғамның әлеуметтік құқықтық, ғылыми қажеттілікті қанағаттандыру мақсатында жасалып отыр. Мұрағаттың жалпы ауданы 12725 шаршы метр және мұрағат 2 бөлікке бөлінген. 4 қабатты әкімшілік ғимарат және ғимараттың бас сақтау орны орналасқан күмбез тәрізді бөлік. Мұрағат сақтау қоры бұл Қазақстан Республикасының ұлттық мұрағаты үшін арнайы жасалған мұрағат сақтайтын жер. Онда орталық мемлекеттік органдардың құжаттары сақталады. Ғимарат 9 қабаттан тұрады және әр қабатта 2 мұрағат қоры орналасқан. Және мұндағы температура қысы-жазы 18 градус болады. Сонымен қатар мұндағы әрбір қызметкер осындай қолғап киіп, бұл қолғап жаңағы құжаттардың бүлінбеуіне әсер етеді екен. Сонымен қатар бұл жердегі ең алғашқы әкелінген құжат Қазақстан Республикасының Конституциясы. Қазір біз сол құжатты өз көзімізбен көреміз. Сейфті ашайық. Және бір айта кетерлігі, бұл құжатты кез келген адам келіп пайдалана алмайды. Тек қана арнаулы адамдар ғана бұл жерге кіру мүмкіндігіне ие. Бұл жерде 400 мыңға жуық құжат сақталған. Цифрландыру жұмыс нәтижесінде жазбалар сканерленіп электрондық форматқа ауысуда. Қазақстан Республикасының ұлттық мұрағатына қош келдіңіздер. Құжаттарды мұрағатқа тапсыруға дайындау тәртібі. Істі мұрағатқа тапсыруға дайындауды іс қағаздарын жүргізу жауапты тұлға жүзеге асырады. Жыл бойы жатқан істі олардың құндылығы айқындау үшін сараптау комиссиясы қарайды.
тұрақты жұмыс істейтін сараптық комиссия мүшелері мекеменің білікті қызметкерлерінің ішіне бұйрықпен тағайындалады. Оның құрамына тиісті мұрағат органының өкілі кіреді. Мекеменің құрылымдық бөлімшелері жыл сайын іс қағаздары мен жұмыс аяқталған істерді мұрағатқа тапсырады. Ол кісі іс номенклатурасы бойынша тапсырады. Құрылымдық бөлімшелерге жұмыс үшін қажет істер мұрағаттан уақытша пайдалануға берілген сияқты рәсімделеді. Іс номенклатурасының негізінде мұрағат тұрақты сақталатын және жеке құрам бойынша құжаттардың жиынтық тізімдемесін жасайды. Тізімдемеде мекеменің басшысымен келісіледі және мұрағат органының сараптау тексеру комиссиясының бекітуіне ұсынылады. Ұзақ мерзімді және уақытша сақтаудағы істер олардың сақтау мерзімі біткенге дейін іс номенклатурасында есептеледі. Сараптау комиссиясы жоюға іріктеген сақтау мерзімі біткен істерге акт жасайды. Актіге енген істерді жою тиісті мұрағат органының сараптау тексеру комиссиясы тізімдемені бекіткеннен кейін ғана оның ішінде тиісті бекітілген тізімдеме бойынша жүргізіледі. Сақтауға және жоюға құжат материалдарын іріктеудің тәртібі мен әдісі және тізімдемелерді жасау Қазақстан Республикасының мұрағат басқармасының нұсқаулықтарымен және ережелерімен айқындалады. Құжаттарды сақтауды өз күшімен қамтамасыз ететін шағын ұйымдарда жоюға бөлінген құжаттарға сақтау тәртібі мен мерзімдері жазылған ережелерге сәйкес акт жасалады. Жоюға арналған актіде кез келген жүйе бойынша жекелеген істердің тақырыбы немесе мысалы 2017-2020 жылдары хат алмасу 4 іс тобына енгізілген істердің топталған тақырыбы көрсетіледі. Актіні сараптық комиссияның мүшелері жасайды және қол қояды. Ол мекеменің басшысы оны қарайды және бекітеді. Сақтауға жатпайтын құжаттарға не істейді? Комиссия іріктеп алған және жойылған құжаттар бойынша акті жасалады. Онда жойылған құжаттардың атауы, индекстері және мәтіннің тақырыптары көрсетіледі. Жоюға іріктеп алынған құжаттарды көрсетіледі. Жоюға іріктеп алынған құжаттарды шаруашылық қажеттіліктерге пайдалануға жол берілмейді. Оларды өртеуге тыйым салынады. Құжаттар арнайы машинамен туралып, содан кейін макулатураға тапсырылады. Біздің оқу орнымызда архив бар. Онда қандай құжаттар бар екенін, жыл сақталатынын туралы білейік. Ондай ақпаратты бізге Ахмедина Мағрипа Қалиасқаровна, қызмет атқарушы, айтады. Здравствуйте. Дело производства политехнического колледжа формируется согласно документам, которые составляются в соответствии приказа министра культуры и спорта и утверждаются городской экспертно-проверочной комиссией акимата города Нур-Султан. К этим документам относятся: первое – номенклатура дел колледжа, второе – правила ведения дела производства, третье – правила архива колледжа. Архив колледжа занимает площадь 100 квадратных метров. Политехнический колледж города Астаны был образован в 1994 году. За 26 лет в архиве создано более 12 тысяч единиц дел постоянного хранения. Все документы поступают в архив и хранятся согласно номенклатуре дел колледжа.
К документам постоянного хранения относятся приказы по личному составу, приказы по обучающимся, личные дела сотрудников, личные дела обучающихся, бухгалтерские документы, сводные ведомости обучающихся, протоколы защиты дипломных работ и так далее. Все эти документы хранятся 75 лет. Документы постоянного хранения обрабатываются и формируются согласно описи дел. Каждое дело прошивается и номеруется. В деле должно быть не более 180 страниц. На оборотной стороне клеится лист-заверитель, где указано количество страниц, подписывается директором и заверяется печатью колледжа. Дипломные работы хранятся 5 лет, затем создается комиссия, и этот документ списывается и уничтожается. Например, как формируется личное дело обучающихся. Дело должно быть в чистом бумажном скоросшивателе. Согласно описи должно быть копия диплома, копия приложения, копия удостоверения, копия аттестата, характеристика, медицинская справка 086, обходной лист обучающегося. На оборотной стороне скоросшивателя клеится лист-заверитель, где указывается количество страниц и подписывается директором колледжа и заверяется печатью. Бүгін сіздерге тәжірибе жүзінде қалай құжаттар дайындалып тігілу екендігін көрсетемін. Мұрағатқа өткізер алдында құжаттарды тәртіпке келтіреміз. Құжаттарды қатты мұқабаға, яғни скоросшивательге тігеміз. Металл заттарды алып тастау керек. Істің дұрыс қалыптасуы тексеріледі. Тақырыптары нақтыланады, рет-ретімен салынып, бірінші бетіне таза парақ салынады. Кейін белгілеуіш саламыз. Құжат жылжып кетпеу үшін екі жақтан қыстырғышпен қыстырып қоямыз. Құжаттарды тігу үшін мықты жіпті аламыз. Керек мөлшерде өлшеп. Құжаттар бірдей өлшемде 4 жерден тесіледі. Тігуді тесілген 3-ші жерден бастаймыз. Жіпті аздап қалдырамыз, өйткені біз оны байлауымыз керекпіз. Кейін 2-ші тесіктен шығарып, оны келесі жерге апарып бекітеміз. 2-ші тесіктен 4-ші тесікке шығарып, бірдей қылып, бастаған жерден шығарамыз. Мықты жіпті түзу қылып тігіп болғаннан кейін, жіпті мықтап байлаймыз. Керек емес артық жіпті кесіп тастаймыз. Немесе қиып тастаймыз. Құжаттарды парақтарға қара грифті қарындашпен оң жақ жоғары бұрышына номер жазылады. Соңғы парағына акт жасалып, неше беттен тұратыны, нөмірін, қай күні жазылғаны және құжат толтырған адамның қолы қойылады. Мұрағат тақырыбын және өткен тақырыптарды еске түсіріп бекіту үшін берілген тест сұрақтарына жауап берейік.
белгілі бір адамды сипаттау мақсатында жиі жазылатын іс қағаздарының түрі. Ұйымдастыру, басқару құжатына жатады. Жеке адамның өмір жолы хроникалық тәртіппен қысқаша жазылатын құжат. Тыңдалды, қаулы деген сөздер қай іс қағаздарында кездеседі? Қандай құжаттарды жұмысқа қабылдағанда толтырады? Заявление сөзінің аудармасы және резюме сөзінің қазақша аудармасы. Қалай жауап бергенімізді табайық. Мінездеме, бұйрық, өмірбаян, хаттама, жеке іс парағы, арыз, түйіндеме. Бүгінгі сабағымызға назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.